Da айтып өткеніміздей барлық басқа жыраулардың атқару шеберліктерінің синтезленген халда бүткіл Қарақалпақ халқының қобызнамаларын бүткіл дүнияға танытатұғын өзгешеліктерімен де көрінеді. Себебі Жұмабай жыраудың дәуірінде біз өзіміздің ғаресіздігімізге ерісіп милли қадіриятlarımızды әр жаққа тарату имканиятларына ие болдық. Міне сол Жұмабай жырау сондай бір жақсы күндерге миясар болған бақытлы жыраулардың бірі. Міне сол Жұмабай жыраудың атқаруында Қарақалпақ халқының қобызнамалары жер жаһанға таралды десек қате айтқан болмаймыз. Жұртбасшымыз халықтың мәдени қадіретлері, рухи мираслары, әсерлер, жылдар дауамында шығыс халықлары үшін құдіретлі рухи азық болып қызмет еткен деп атап көрсетеді. Ақиқатында да халқымыздың оғата бай рухи қадіретлерінің ажыралмас бір бөлігі есептелген халық ауызекі төртпелері, соның ішінде халық дастандары мыңлаған жылдар дауамында әулеттен әулетқа өтіп, ең қадірлі халық қазинесі сипатында қадірленіп келтірген тәрбиялық әхметке ие ең бейбақай мирасларымыз саналады. Бұл дөртпелерді халық арасында танытуда һәм үгіт насихатлауда болса, әзелден ақ жыраулардың орны өз алдына болған. Жырауларымыздың арасында Жұмабай Базаров туралы айтып өтетін болсақ, Жұмабай ағамыз бір Алла Тағала тарапынан берілген илахи талант иесі болды. Бұл кісінің тематикасында шариғат, алпамыс, қоғлан дастарлары көбірек соған орын алған. Соның ішінен қалғандардың бұл үш дастанды толық білген, қалған дастарлардың бәрін ядлай алмадым деп айтты. Бәрін толық ядлай алмағанда, бірақ өзінің репертуарында кең қолданып, сол халқымызға өзінің бір таланты менен адал қызмет етіп, адамдардың алғысына, көпшіліктің алғысына бөленіп, елдің атақлы ірі тұлғаларының бірі болып жетіскен. Жұмабай аға туралы бір кітабы жазу ниетім болды. Мақсатта Жұмабай ағаның өзі менен көзі тірісінде барып, 2000 жылдың сентябрь айының ішінде еді ол. Өзіменен жақсылап сөйлесіп, сол балалық күнінен уақыт басылап тап 73 жасқа еді. 73 жасына шейінгі аралықтағы өзінің өмір жолы,
айтқан дасталары, көрген білгенлері, кешірмелері туралы сөйлетлесіп, материалдар жинап туралы мен мына Жұмабай Жырау Базаров деген кішкене кітапша жаздым. Жыраудың жыраушылық өнеріне қалай кіріп келгені, оның өсу жолы, текарғы мақсеті, һәм өзінің шеберлігі үстінде көп ішлеуі жөнінде сөз еттік. Жетіліскен жырау сыпатында қалыптасуына себеп болған жағдайлардан айтып, сонан кейінгі жағында Шуманай райондық мәдениет бөлімінде істеген уақытлардағы халықтың арасында еткен қызметі, онан соңғы жылдарда мәдениет бөлімінде істеп жүріп, халықаралық симпозиумларға, конференцияларға, үлкен анжымаларға, фольклор туралы болған үлкен анжымаларға қатынасып, соларда мәселен Ташкентте, Алматыда, Сурхандарияда, Термизде, Шахрисабызде, өзіміздің Нөкште болған үлкен халықаралық симпозиумларда қатынасып, дасталардан үзінділер айтып, жырлап беріп, сыйлы бірінші орынларды алып келді. Бұл енді халқымыздың үлкен талант иесіне болған үлкен hürmeti hem moyullağı bolup hesaplanat. So 20-нчы asırның ақырлары, 21-нчы asırның басларында со жыраушылық өнерін давам еттірген Жұмабай жыраудың со минетлері үлкен дәрежеде деп ойлаймын. Себебі со біз қатарлы жас жырауларға сондай бір үлкен көлемлі дасталларды еледе бір раважландырып, өзінің жолында давам еттіріп, һәм намаларында да бір өзгеше бір таза жөнелістерді кіргізгені арқалы со біздерге үлкен бір мирас қалдырып кетті. Бұнда Жұмабай Жырау Базаровтың со дастанларындағы айтылу жолларын айтатын болсақ, со бір әр қаһарманды бір со әр қаһарманның өзіне тоқтап кетіп бір жоғары дәрежеде суретлеп бере алған намаларына да сол қай yerінде қайсы нама туры келу керек, сол бұрынғы жыраулар дәстүрі бойынша давам еттіріп, сол намаларды да өз орнына қоя алған. Мәселен айтатын болсақ, сол батырдың атта шауып бара тұрған жерлерін со тезлік намалары менен, яки со батырдың со елінен айырылып кетіп бара тұрған жерлерінде болса, со қайғылы намамен ата анасы менен со қошласып батырғалығы көрсетіп бере алатын нама менен со бірге атқарып сондай мираслар қалдырып кеткен бізге. Ане ендігі гәпті естің, едіге менен перзенті Нұрадынның ұшырасқан жерінен естің. Едіге тұрып, бұл баланың өзінің баласы екенлігін біліп, «Хау бала, мына гәптің кейінне қара. 6 айлық іште қалған жалғызым Нұрадынге ұқсайма? Ау, атаң аман бар ғой десем, Нұрадын білсең сен десем, жарылып кетер жүрегі. Атам аман екен ғой, атамды міне көрдім ғой деп, жарылып кетсе жүрегі, бұзылып кетсе берегі. Я бейтағат бола қалама, я жүрегі жарылып өле қалама. Жаңа көрген уақытында көрмегендей боларман. Кел, ондан бұл баламен танысып, хал ақуал сорасып, бауырлар мұмдай ертейін деп, қане едіге батыр перзентіне қарап, не деп тұрған секілді ау. Бүгін біз мақтаныш менен айтатығын нәрсе, еліміз өз қаресілігіне ерсу менен ата мирасларымыз қайта тікленіп,
рухи кадриyatlарыбыз мамлекетимиздин, жамиятимиздин калыптесуі, бекемленүү һәм рауыжлануу үчүн кызмет ете турган кудуретлі күшке айланды. Осы көз қарастан алып қарайтуған болсақ, әлбетте әулеттен әулетқа өтіп кетірген бұл жыраушылық өнері бүгінгі қарессіз дәуіріміздің жыраулары тарапен давам етеді, һәм бұл екі жолда елде көп қана әбратлы істер әмелге асырылады. Бұл дегеніміз, бейбақа қазинеміз саналған халық ауызекі дүреттелері, соның ішінде халық дастарларына болған, һәм сол дастарларды халық арасында таратушы жырауларымызға болған халық құрметі саналады. Өйткені бұл рухи қадіретларымыз милли сана сезімлерімізді байытуда, миллилігімізді терең аңлауда, әсіресе бүгінгі жас әулеті туылып өскен отанға садықлық рухында тәрбиялау жолында үлкен әхметке ие.